Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын түрік тағамының лахмачунның рецептісін ұсынатын боламын. Ол үшін ең алдымен жылы суымызға тұзымызды, қантымызды және де ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Тұз бен қант еруі қажет. Ұнымызды електен өткізіп аламыз, сұйық майымызды құямыз және дайындап алған жылы суымызды құйып, қамыр илейміз. Қамырды осылай ыдыста жақсылап илеп, және үстел үстіне төгіп, осылай қолымызбен, алақанымызбен июін қанғанша илейміз. 30 минутқа пищевой пленкаға орап қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Ең алдымен пиязымыз бен қызанағымызды блендердің көмегімен жақсылап араластырамыз, езіп аламыз. Одан кейін тәтті бұрышымызды және жартылай ащы бұрышымызды, яғни полугоркий болгарскийімізді жасалып, және кинзамызды салып, жақсылап езіп, фаршымызды салып, тағы да бір араластырып, бөлек ыдысқа салып аламыз. Тұзымызды, бұрышымызды және паприкамызды салып, жақсылап араластырып, дайындап қоямыз. Дайын болған қамырымызды 2 бөлікке бөліп алдым. Қамырды өте жұқа етіп жаямыз, видеода көрсетілгендей етіп. Дайын болғаннан кейін формамызға салып, табамызға салмасын салып, бетіне жағып шығамыз. Өте дәмді болып шығады, достар, жасап көріңіздер. (250 градуста 10-15 минутта пісіп шығады. Міне лахмачунымыз пісіп шықты. Өте дәмді болады, достар. Сіздер де дайындап көріңіздер. Сіздермен болған мен Айзада.